Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Мадияр Пернебай. Иә, байқап отқандарыңыздай, бүгін біз Қызылорда қаласындамыз. Бүгін контент үшін арнайы Қызылорда қаласына келіп отырмыз. Яғни айтқанда, Аве Адикусқа. Ендеше көп сөйлемейміз. Біз контентімізді бастаймыз. Кеттік. Жалпы достар, бүгінгі біздің видеомызда мен Қызылорда қаласына арнайы Адикусқа келіп отырмын. Яғни айтқанда 2 килограммдық тамақты 1 сағатта жеп қою. Ал дайынсың ба Адеке? Енді саған мүмкіндік бар, өзің қалаған тамағыңды қай ресторанды өзің таңдайсың. Ал бірақ уақыт шарты 1 сағатта 2 килограмм жеп қою. Жей алмасаң, шотты жабасың, еще маған 10 000 теңге бересің. Жеп қоямын. Сенімсің ғой? Сенімдім. Ендеше бәс? Бәс. Көреміз ба? 10 000 теңге ба? Иә. Бәстесеміз. Ал ендеше достар, сіздер видеоны соңына дейін көріңіздер. Кеттік. В общем, бүгінгі видеода Адекең түсетін болғандықтан тамақты да өзі таңдады. Алдыңғы мен сияқты тамақ жейтін жеді де өзі таңдады. Білмеймін, мен Қызылордаға бір ресторанға алып келіп отыр қазір. Ал достар, әдеттегідей біздің тамағымыз келді. Адекең ұзақ ойлана дәл осы жерден 2 килограммдық лагман алды. Ал қарсаңыздар. 2 килограмм. Әрқайсысы 700-650 граммнан, общий 2 килограмм. Негізі обычно басқа тамақтар қарайтын болсақ, негізі 2 килограмм болу үшін 4 порциядан келген. Мына жерде просто күріш кішкене салмақ қосып тұр екен. Сондықтан күрішпен бірге жеп қоясың дейсің, Әдеке? Конечно. Сонымен бірге қой енді мына үшеуі. Жей аласың ғой? Конкретно ма? Негізі мен ше, 2 ай диетадамын, қарным кішірейді. 4 килограмм жеттім. Бірақ қазіргі қарныма, Құдайға шүкір. Смело ғой? Негізі мучной ондай майлы тамақ жемеймін. Бірақ осы сен үшін, Мадияр Пернебайдың контент үшін, көрермендер үшін мынаны опырам. Ал достар, бұдан екен қалай лайк баспайсыздар. Бұның барлығы тек қана сіздер үшін контент үшін. Ендеше Әдеке 10 000 теңге 1 сағатта жеп қою. Әдеттегідей 1 сағат уақытты таймерімізді қоятын боламыз. Уақытымыз айналуда. 1 сағатта таусу керек, не? Ал ендеше Әдеке уақыт кетіп отыр. Не тұрыс? Іске сәт. Достар, сіздер білесіздер, мен осы уақытқа өз каналымда басқа блогерлер каналдан реклама жасаған емеспін. Иә. Былайша айтқанда достар, мен жаймен каналда реклама жасай бермеймін. Сондай-ақ бүгінгі біздің каналымыз Хуга стайл, яғни айтатын болсақ Папа стиля. Өте керемет арналардың бірі, лично өзіме қатты ұнады. Бұл жерде сіздер өздеріңізге керемет стильдерді таңдай аласыздар. Сондай-ақ бұл сіздерге қалай дұрыс киіну керек деген сияқты стильдерді көрсете алады. Не болмаса, міне бір-екі видеосын тамашалап кетіңіздер. Я думаю, каждый произносит слово монохром, 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 монохром. Друзья, приветствую каждого. Меня зовут Гагик, или можете звать меня Хуга. Я переехал в Стамбул из Москвы, занял 10 000 рублей у товарища. Первые 3 дня я заработал 6 000 долларов. Так, тут будет. Ну, не каждый день, конечно. Это вот факт, с которым я сталкиваюсь каждый раз. То мы не занимаемся пошивом модели. Ал толығырақ өзінің каналын көріп кете аласыздар. Ал достар, барынша қолдау көрсетейік, подписаться мәзірін басып, және де комментариясына Мадиярдан келіп толтырып жазып. Егер де канал сіздерге көңілден ашып ұнап отқан болса, сілтемесі описанияда болады, ұмытпаңыздар. Ал онда біз сырттан бақылап отыратын боламыз. Қазір дәл осы 2 килограммдық лагманды Әдекең 1 сағатта жеп қоямын дейді. 10 000 теңге смело дейді. Сіздер үшін осы контент үшін арнайы Қызылорда қаласына келіп, Әдекеңмен түсіргелі отырмыз. Ендеше көп сөйлемейік, Әдекең уже іске кірісіп кетті. Ал біз мұқият бақылайтын боламыз. Өзіме күйік болмай ақ қойсын, Яқа қоятын. Көзіне былай шетке алып қоймайсың ба просто? Шетке алып қойатсың осында бүйтіп қарамау үшін. Қарамай, мотивация нан таусам, сосын біреу әкелді. Ал, жарайды, өзің ыңғайын қарайсың ғой енді. Асықпай, ақырындап. Асықпағанда 1 сағат уақыт кетіп барады да негізі ше. 1 сағат, 10 000 теңге жерде. 20 минутта да осыдан. Көрейік ал. Мадияр Пернебай арнасын көрермендер арасында менің каналыма тіркелгендер бар ма? Жалпы мені көретіндер, мені танитындар бар ма? Аве Адикус комментарий жазып кетіңіздерші, қызық болсын. Осы видео шыққан кезде астына оқып отырамын.
Ağzım açıp bitti. Süt var mı? Süt alır. Hiç. Ана кнопканы баста шақырып өзің заказ бере бересің ғой ол жағында. Қазір келеді бастан. Технологияға деген. Қызылорда ғой. Ал, әдеке 9 минутта бір. Жер сізіне суатыр. Ağzım. Ал, әдеке 9 минутта бір порция бітті. Что-то түрің қиналатын сияқты. Әдеке, уайымдама, әлі екеуі бар. Бұл әлі тек қана бастамасы, әлі 2 порциясы бар. Бірақ дегенмен де өз түріне қарасаңыздар белгілі сияқты өзі. Біріншісі кетті. Екіншісі бұл да удай ащы. Ащы маңда шамалы опыратын ем. Ащы болып кетті. Дұрыс қой, әдеке 10 мың теңге жайдан жай оңайлықпен келмейді. 10 мың теңге табу үшін еңбектену керек, тамақ жеу керек деген не ғой? Еңбектену. Не ғой? Ұшып баратқан шағаланың көлеңкесін жасалған сүт бар ма сіздерде? Қалай? Ұшып баратқан шағаланың көлеңкесінен сауылған сүт бар ма? Адам ішуге. Ішуге? Иә. Ішуге болса стакан алып пакет беремін ғой? Бола ма олай? Иә, мына шекта тұрады, молоко деп соны сұрап көремін. Ал әдеттегідей заказымызды бердік. Қазір бірақ ұшып баратқан шағаланың көлеңкесінен сауылған сүт әкеліп береді. Ал достар, бізде уже 46 секунд, почти бізде уже 15 минутте уақыт өтіп кетті. Ал әдекенің көзінен еріксіз жастар шығып жатыр. Әдеке, жылама әдеке, әлі-ақ бақытты болып кетесің әдеке. Ничего, 3 порция жейсің, бақытты болып кетесің. Қазір ұшып баратқан шағаланың көлеңкесінен жасалған сүт әкеліп береді. Одан да бақытты болсын әдеке. 10 мың теңге жерде жатқан жоқ, айтыңыздаршы, дұрыс па? Еңбек ету керек, еңбектеніп тамақ жеу керек. 10 мың теңгеден бөлек әдеке есеше мынаны шөт жауап кетесің отылып жатқан егер сондықтан есіңе салайын. Солай ма? Иә. Видео басында айтып кетті, оны міндетті де егер де әдекең есіне қалған болса, еще ертең видео шығады ғой, сол кезде көресің әдеке. 10 мың теңге беремін саған. Жей алмасам. Еще шөттің бәрін жабасың. Тапшан, аренда 3 мың теңге деп. Енді ол жағынан көремін. Тамақ 2 мыңнан 6 мың. Шайың бар. 7 мың. Соғың бар. Жаңа сүт бар тосын, заказ сүтің бар. Сүт 5 мың. Ол брат ұшып баратқан. Кіре беріңіз. Сүт ба? Беріңізші. О, рахмет. Спасибо. Рахмет. О, как раз. Ал әдеке. Жаңаға заказ берген сүтің қалай болады екен ол? Не болды әдеке, әлі 42 секунд, 42 минут. Ты че, әлі 42 минутың бар әдеке? Болды. Әлі бір порцияң бар? Кереміз. Олтыз. Біреуін жедім, екіншісін жарыс жедім. Үшіншісі бар әдеке, ойлан. 10 мың теңге ойлан, еще шөт жабасың әдеке. Самый главный, денсаулығымен диетада жүрмін негізі. 2 ай диета жүрмін, сол асқазаным кішірейген ғой, таусамай кеткен мен. Ойладым, осыдан деді бір 2-3 ай бұрын тренировканы бастайтын кезде, бастамай тұрып, өзі таусатын едім.
железный. Қазір таусамайды екен, асқазан кішірейген асқазанды кеңейтпей ақ қойын қайтып. Адекең не дейді? Жалпы айтқанда достар, ал маған да без разница негізі. Ал өздеріңіз байқап көргендей, өзім даже 2 килограмм жейін болатынмын. Арнайы Қызылордаға келіп, Адикус бауырыма осы контентке шақырдым. Онда бізге де не жоқ, анда разница жоқ. Ақшасын берді, мен кете берейін ешінші онда. Не болып? Машина келтім бер жемейсің ба, брат? Мен серия болым демалып отыр еді. Машина кетіп ойнап алыппыз да, Көп, жезлдың трассасымен кеп, әзілдер жиналып қапты. Қап-қап жерім ау қазір. Форточка, ашық форточка, есікті ашшы, құдай-ау. Сол, не айт Каспиловта, Мадияр Мұхтарова. Дәл өзі. 10 мың теңге. Қазір мына жерден өзіміз тексеретін боламыз. Саған 10 мың теңге кетті. Қазір көреміз мына жақтан келе ма келмей ма. Достар, мінеге түсті. Яғни айтқанда Әділет Абайұлынан 10 мың теңге пополнение. Демек ұтылдым. Ұтылдым, мүмкіндігімді асыра сілтеп ойланыппын, үміттеніппін, бірақ достойны ғой. Оны мойындаған өзгелік қой. Түх, не деген сөздер, құдайы, форточканы ашыңдаршы тағы да қақтырмайсыз. Ал достар, осындай кереметтей көңіл күймен ендеше осы контентті аяқтайық. Онда Әдеке, шөт жауап бер, онда естіше мен сыртта күтемін ғой, не қылса, ақшаңды алдым, телефон қойдым. Ал достар, қалай болған өздеріңіз көрдіңіздер. Мен сендім деген кезде Әдекеңе бұлай денесі бар, дегенмен де қарды бар деген жеп қоятын шығады. Қорықтым по идее ше. Еще өзіме білесің 10 мың теңге дайындап отырған негіз. Енді Сармайдың сақтап па? Любой жерге сақтанып барамын. Сол, құрметті достар, сіздермен бірге болғанмен. Ал достар, общем, бүгінгі біздің видеомызды қорытындылай келе. Видеомыз ұнаса лайктан аямай басыңыздар. Тіркеліңіздер, арнаға міндетті түрде комментарий жазыңыздар, және де жазылды. Бетіңіздер ат жөндеріңізді әріптеп жазыңыздар. О, комментарий қырылады дейсің ғой. Кім үзбей жазады, бір-бірін мешай етпей көріңіздер. Соған Мадияр Пернебай мен берген 10 мың теңге сіздерге береді. Ал енді достар, что-то Қызылорда қатты жел болып боранбай басталмай тұрған кезде біз сіздермен бүгінгі видеода қоштасатын боламыз. Ендеше достар, Құрметті достар, келесі кездескенше сіздермен бірге мен Абайкүш және Мадияр Пернебай. сау болыңыздар.